Қайырлы күн, тыңдарман. Арнама қош келдіңіз. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Ғашықпын. Әр күз сайын сүйіктімді ерекше сағынамын. Оның жылы алақаны мен ыстық құшағын аңсаймын. Әр жанның бойынан өзін іздеймін. Бірінің даусында, бірінің қарасында бар сияқты. Табалар емеспін. Тани алар. Білерім, ол мейірімді. Оқыған, мінезі жұмсақ. Бірақ қажет жерде өжеттігі де бар. Еркелігімді көтереді. Көтеріп қана қоймай, өзі еркелетеді. Қошақаным деп атайды мені. Сырт келбеті ме? Ол аса маңызды емес ау. Бойы ұзын болса, болды. Арықша келген. Қараларды ұнатпаймын. Жалпы жігіттің сұлу болғаны емес, өзіне сенімді болғаны маңызды мен үшін. Оның жанында жүргенде өзімді қорғаулы сезінсем деймін. Кедергілер мен қиындық атаулыдан құшағында жасырынып қалғым келеді. Себебін білмедім, бірақ дәл осы күзден дәмелімін. Сенемін, осы күз өзге күзден бөлектеу. Мен де ерекшемін. Себебі жетті уақыты. Жасым кеп қалды. Турасын айтар болсам, асып та барады. Бірақ үміт үзілген емес. Өзіңе, тіпті бүгін жолығуға әзірмін. Үйден осы оймен шықтым. Сапсары әлем, алаулаған аспан. Оған мен де үйлесіп, үстіме қызғылт сары көйлек кигем. Аяғымда биік өкше. Жолдың жиегінде такси тоқтатып тұрмын. Өзім істейтін мекеменің мерекелік кешіне бара жатырмын. Бір кезде жол бойыммен ағылып жатқан көліктің бірі кеп қасыма тоқтады. Көлікте иесі де тартымды көрінді. Абай мен Фурманов көшесінің қиылысына барамын, дедім қиыла. Алайда ол мұныма тек басын шайқап, жанымнан өте шықты. Мейлі дедім. Басқасы жолығар. Жалғыз емессің. Сол-ақ екен, гүрілдеп кеп шаң басқан көнелеу БМВ кеп тоқтады. Үстімдегі көйлегімді өзімді анықтап көрген соң, өзі-ақ ойынан айнарына үміт артып, көлік ішіне үңілмей сырт қарап тұра бердім. Мұнымды бірақ ұға қоймаған жүргізуші арғы баста отырса да еңкейіп, тіпті жата кетіп, мен жақтағы есіктің тұтқасын бұрап, терезені төмен түсіре бастады. Сөйтіп, қарындас, қайда барасыз? Деді жарқын үнмен. Абай Фурманов, дедім жай ғана. Әлі де көлігіне отырғам жоқ. Алдыға отырыңыз, деді қырсыққандай. Бетін қайтаруға батпай келістім. Бірақ үстіме шаң жұқтырғым келмеген соң, кірмес бұрын отырар орнымды қағып, сипалап, мазасызбын. Мұнымды байқап, көлігінің ластығына ұялған ол жоқ. Қарындас, осы маңда тұрамысыз? Осы ауданда тұрғаныма 3-ші жыл болды. Сізді бұрын көрмеген соң сұрағаным ғой, дейді жай барақат. Иә, дедім мен ашылып, әңгіме дүкен құруға аса құлшыныс танытпай. Қызық екен, жұмыстан кейін күнде кешкілік осылай көлігімен кісі тасимын. Сізде сүйкімді қызды қалайша байқамадым екен, дейді оны да сезбей. Тіл қатпадым. Сәл бостық танытсам, телефон нөмірімді сұрап мазамды алатынын іштей сезіп тұрмын. Сол себепті естімеген адамша терезеге қарап отыра бердім. Ол болса, кешіріңіз, сізді ұялтып жібердім бе? Жаман ойым жоқ еді. Алаңдамаңыз, деді кенет кәдімгідей қысыла. Аңғалдығына таң қалдым. Тіпті өзімді безбүйрек біреудей сезініп кеткен соң, олай емес, бәрі жақсы, дедім ақырын ғана. Міне соны ести сап, ол өзінің үйдің тұңғышы екенін, артында 6 бауыры барын, күндіз мамандығы бойынша қаржы саласында жұмыс жасап, Алматының шет жағында шағын үй салып жатқан соң, кешкілік осылай қосымша қаржы табатынын айта бастағанда-ақ сөйткеніме өкіндім. Себебі ол аз ғана уақыт ішінде ол ғана емес, өмірлік арманы, жеке меншік ағаштан жиһаз жасайтын цех ашу екенін, әзірдің өзінде қолы босай қалса, кішігірім тапсырыс алып тұратынын, ағаштың иісі мен күзді жақсы көретінін, болашақта өз үйінің бар жиһазы мен бақшасын өз қолымен тұрғызатынын да жайып салды. Олай еткенде менен не күткенін байқадым, бірақ өзім жол бойы сөз арасында деп қойғаным болмаса әңгімеге тартылғым жоқ. Сол әсер етті ме,
Бағдаршамның қызылына тоқтай бергенде жігітім: әңгімеммен мазаңызды алдым ба? Шынымды айтсам, мұндай сөзшең емес ем. Керісінше, туғандарым мен достарым тұйықсың деп кінә артады. Тіпті өзіме өзім таңырқап отырмын, деп күлімдеді. Рас айтып отырғанын оттай алаулап кеткен құлағын көргенде білдім. Сол қарасымнан одан бетер қысылып кетті-ау деймін. Тұтқасын бұрай терезесін төмен түсіре бастады. Көлік іші расында ыстық көрінді ме? Басқа ма, әйтеуір ауа жұтып алған соң да оны жаппады. Тағы біраз жүрген соң көліктің жағар майы таусылғанын айтып, жанармай бекетіне тоқтады. Барар жеріме кешігіп қаларымды ойлап, сағатыма қарайлап отырем. Ұзақ күттірмей-ақ бекет ішінен шыққан жігіт көрінді. Өміріне риза, екі көзі көлік ішінде отырған менде. Күлімдей басып келеді. Сол себеп болды ма, көлікке жақындай бергенде едәуір биікте ілулі тұрған жарнама тақтайшасына оңбай маңдайымен кеп соқтықты. Одан да кідірмеді. Ауырсынып қалғанын көрсеткісі келмегендей, екі бүктеліп кеп көлік ішіне отырды. Сөйтті де қолына ұстаған сусынының бірін ұсынып жатып: шөлдеп кеткен боларсыз, су ішіңіз, деді жайдары. Сарылар қызарса, от қызыл боларын сонда білдім. Шынын айтсам, сусынын ішкім келмеді. Жай сыпайылық үшін ала салмақ боп үнсіз қол созғам. Бірақ алып үлгергем жоқ. Қайта қолын жинап алған жігіт бөтелкенің қақпағын ашып қайта ұсынды. Ұрттап көрмеске амалым қалмады. Жолдың қалған бөлігінде тіл қатпадым. Шопыр жігітте айтарға сөз таппағанда үнсіз қалды. Тек түсер алдында жол ақысын бермек боп жатыр ем. Жоқ, қарындас, төлеудің қажеті жоқ, деп басын шайқады. Сізге бұлай деуге қақым жоғын білемін, десе де айтайын. Кеш түсіп кетті, абай болыңыз. Егер кештен шыққан соң көлік қажет болса, мына нөмірге хабарлассаңыз болады. Мен осы маңда түн жарымға дейін жүремін, деп ақша орнына бір жапырақ қағаз ұсынды. Көлік қажет болса да, оған хабарласпасымды анық білсем де алдым. Мейрамханаға кірген бойда кештің менсіз басталып кеткенін байқадым. Үлкен залда қаланың әр бұрышында орналасқан 4 бірдей бөлім бас қосқан болатын. Бейтаныс кісі көп. Арасынан өз әріптестерімді іздеп тауып қосылдым. Қыз-келіншектер шетінен құлпырып шыға келіпті. Мен де қалысқам жоқ. Кештің орта тұсы болатын. Асаба жігіт көптің ішінен 5 жігітті ортаға шақырды. Бесеуі де жас бөлім басшысы деп таныстырды. Ішінде біздің жетекшіміз де бар. Қол соғып біз отырмыз. Асаба бұларды таныстырып болысымен, қазір араларыңда жігіттің сұлтаны кім екенін шешеміз. Ол үшін мына отырған сұлулардың ішінен бір бойжеткенді биге шақырыңыздар, деп бірінші тапсырманы айтты. Сол-ақ екен, сахнаға жақын тұрған біздің дастарханға келген жігіттің бірі мені биге тартты. Орта бойлы, бидай өңді, бір қарағаннан сенім ұялатындай сымбатты киінген, аяғындағы аяқ киіміне дейін мұнтаздай таза. Келісімімді беріп, орнымнан көтерілдім. Қол ұстасқан қалпы жетектесіп залдың қақ ортасына шықтық. Осы кезде ол сол қолын жаймен беліме салды. Содан ақ тұла бойымды әлсін діріл биледі. Жас қыз болсам да көзіне тіке қарауым оңайға соқпады. Арасында оған ұрлана қараумен болдым. Мұнымды қызық көргендей, ол маған еш қаймықпай тесіле қарайды. Сол да демімді тарылтып буындырып барады. Қобалжуым артқан сайын бетім қып-қызыл боп кетті ме екен, алақаным терлеп кетсеше. Сонымен жақпай қалар ма екем? Көз бояум ағып кетпеді ме? Ұнамай қалсам ше? Деген ойлар мазамды алып жатты. Сонда да бұл сәттің бітпегенін қаладым. Ара-арасында жақындай түсіп үстіне сепкен әтірінің иісін иіскедім. Ұнады. Басымды бұрып қолына таққан бағалы сағатына қарадым. Ол да жақты. Қасымызға Асаба осы кезде жақындады ғой деймін. Сіздерге әуеннің де қажеті жоқ-ау, шамасы, деп ұялтты. Бидің біткенін сонда білдік. Қайта қолымнан жетектеген ол мені өз орныма жайғастырды. Бидің біткенін сонда білдік. Қайта қолымнан жетектеген ол мені өз орныма жайғастырды. Өзі болса, ортаға шығып, ойынның келесі шарты бойынша зал ішінде жүгіріп жүріп,
жасырынған ыдысты іздеді. Артынша ортаға тізілген орындыққа таласып би биледі. Әйтеуір бір орында тұрмады. Бір қызығы, сол кездің бәрінде мен одан бір елі қалмадым. Тек соған көз тіктім. Жанарыммен соны аңдып отырса отырдым, жүгірсе жүгірдім, күлсе күлдім, қуанса қуандым. Не керек, өзімен бірге жүрек боп соқтым. Кеш бітуге аз қалған. Ол қасыма сол бойы жақын келмеді. Бұрында бірінші боп адым жасауға, тіл қатуға тартыншақтанушы ем, ұялатынмын. Оның үстіне жігіттің менде көңілі барына сенімім аздау болатын. Ал бұл жолы бәрі өзгеше болды. Өкініп қалғым келмеді. Батыл болғым келді. Оның үстіне талай қыздың ішінен менің таңдауы сенім ұялатты. Сол себепті ең болмаса қасына барып, есімімді айтып, таныспақ боп шешіп ем, бірақ оның қажеті болмады. Көп ішінен мені өзі іздеп тапты. Қарсы болмасаңыз, сізді үйіңізге дейін жеткізіп салайын, деді ол өзгеге сездірмей. Бұрынғыдай жалған сыпайы болғам жоқ, келістім. Кештің біткенін де күтпедік. Мейрамхана сыртындағы тұрақ жанында кезіктік. Күткенімдей-ақ көлігінің есігін ашып ілтипат білдірді. Ішке кірісімен өзім таққанымды күтпей, қауіпсіздік белгісін тақпақ боп қасыма бетпе-бет жақындай түсті. Солай еткеннен аздап басым айналып, құлағым шыңылдап кеткендей көрінді. Өз бақытыма өзім сенбедім. Көкірегімді түрлі сезім кернеп бара жатты. Жол бойы не әңгіме айтқанымыз есімде жоқ. Санам толық өшіп, тек сезімге бой алдырғандай күйдейім. Жымия бергім келді. Бақытты ем, ғашық ем. Сол ғашықтыққа қалтықсыз берілгім келді. Адасып кеткім келді. Батып кеткім де. Жұтып алғаным қаладым. Ол да дәл сондай күйде көрінді. Сезіміміз үндес тәрізді. Дәл үйімнің жанына тоқтаған сәтте қолымнан алғаны да содан болар деп шештім. Еш қарсыласқам жоқ. Бетімді сипады. Маңдайымнан иіскеді. Көзімнен кезек сүйді. Тұншығып бара жатқандай болдым. Сонда да тоқтатпадым. Керісінше, өлсем де құшағында өлмек боп жағасына жармастым. Құмарта иіскедім. Одан бетер ақылымнан алжасқандай күй кешіп, енді ерніне жабыстым. Алқынып барамын. Ол болса, мені қапсыра құшақтап, ынтыға арқамды сипады. Құшағының ыстығы сондай, буын-буыным жібіп, өзімді қауқарсыз сезіндім. Еш ойланбай, өзіне өмірімді сеніп тапсыра салмақ боп жатыр ем, арамызда жатқан телефон толғай кетті. Даусының ащылығы сондай, тұла бойымен селк ете түсіп, еш жидым. Сөйттім де, ол жанталасып алмақ боп жатқан телефонның экранына жаным деген сөз оқыдым. 3 баланың ортасында күлімдеп отырған өзім қатарлас келіншектің суретінде көріп үлгердім. Ары 3 баланың ортасында күлімдеп отырған өзім қатарлас келіншектің суретінде көріп үлгердім. Ары не болды деймісіз? Жоқ, шапалағымның дәмін татпады. Өкпелі сөздерімді де естіген жоқ. Мен ес жиып үлгергенше көліктен атып шықты да, манағы өзіне тән сыпайылықпен есігімді ашып жатып. Кешір, есімнен алжасқан сияқтымын. Мен бұлай ете алмаймын. Менің отбасым бар. Мен әйелімді сүйемін. Ренжіме, осы жерден доғарайық, деді де мені көліктен түсіріп, өзі асығыс кете барды. Мен де бөгелгем жоқ. Бұл жолы да алдымнан шыққан арман мен жалғанды тани алмай, бірін екіншісімен шатастырып алғаныма ұялып, біз өкшеммен жердің миын шағып отырып үйге қарай зуладым. Торғын Жолдасбекқызы. Менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Алда қызықты әңгімелер күтіп тұр. Рахмет.